Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен біздің вебинарымыздың, курсымыздың ең маңызды бөліміне келдік. Бұл бөлімде біз армандарымыз қалай орындалады, армандардың орындалу заңдылықтары, визуализация заңдылықтары және тағы да басқа жайлы әңгімелесетін боламыз. Ең алдымен сіздің арманыңыз орындалу үшін бізге не нәрсе керек екен? Сіздің ақылыңыз және жан дүниеңіз екеуінің немесе келісімі керек екен. Қазір айтатын болам. Мысалға алатын болсақ, сіз кішкентай кезіңізден бастап әнші болғыңыз келді. Әнді керемет айтасыз. Сіз арманыңыз болды, атақты әнші болғыңыз келеді. Прям өміріңізді осы әншілікпен көресіз. Бірақ та ақылыңыз сенбейді оған. Ой, әнші болған қиын ғой. Қазір адамда не көп, әнші көп, бәрі ақша болу керек, продюсер болу керек. Жалпы оңай емес дейсіз, қол сілтей саласыз. Яғни сіздің жан дүниеңіз қалайды, бірақ ақылыңыз сенбейді. Бұл жағдайда әрине сіздің арманыңыз орындалмайды екен. Сол үшін сіз жан дүниеңізбен сол мамандықты қалайсыз, әншілікті қалайсыз, мысалы атақты болуды қалайсыз, мысалы бір сферада. Бірақ та ақылыңыз сенбейді. Оны қалай өзімізге үйрете аламыз? Ол біріншісі визуализация жасау арқылы. Визуализация дегеніміз ол елестету, арманымызды елестету. Ал енді дұрыс визуализация жасау жайлы әңгімелесетін боламыз. Яғни кез келген арманыңды визуализация жасау. Визуализация жасаған кезде сен кез келген нәрсені, машинаны, мысалы шетелге шығуды, үйді, бақытты отбасын, барлығын армандай аласыз. Бір нәрсе айта кететін жайт, немене істегенде визуализация жасағанда, яғни ойында өзінің арманды елестеткенде, ақша, байлық сіздің түпкі мақсатыңыз болмау керек. Өйткені жаңағы айтқандай адам байлықты ойласа, немене істейді? Ол соны жақсылыққа алып келмейді. Байлық ол сіздің жаңағы неменеңізге келеді. Сіздің, мысалы, профессияңызға келеді, мақсаттарыңызға келеді, немесе байлық белгілі бір неменеге келеді. Жаңағы айттық мақсатқа. Мысалы, мен ойымда үй алғым келді, айту немене? Ақша келеді. Сонымен қоса сіз визуализация жасағанда ақшаны ойламаңыз. Мақсатыңызды ойлаңыз. Бітті, өмірге тапсырдым. Айту, мысалға алатын болсақ, сіз үй алғыңыз келеді, бірақ білмейсіз қалай алатыныз. Мамандығыңыз мұғалім жай ғана, или там рабочий. Бірақ ойыңызда сол үйді визуализация жасай беру керек. Айту, өмір немене істейді? Ойламаңыз, қалай ол мақсатқа жетемін деп. Сіздің мақсатыңыз тек қана не істеу керек? Арманыңызды таңдап, сол нәрсеге визуализация жасап, ниет етіп, қадамдар жасау керек екен. Ойламаңыз қалай болады. Сонымен қоса визуализацияға тоқталайық. Визуализация жасаған кезде, мысалы, сіз үйді армандап жүрсіз. Армандап жүрсіз, сіз көзіңізді жұмыңыз, күніне где-то бір 20, 30, 10 минут қанша уақытыңыз бар, сол елестетуге тырысыңыз. Елестеткенде таңертең немесе ұйықтардың алдында елестеткен өте жақсы. Себебі бізде айтады, альфа состояние дейді. Адам анандай расслабленное состояние болады ғой, мынандай демалып тұрған, еш нәрсені ойламай, миы анандай бір қалыпты состояниеда болғанда адамның армандары тез орындалады. Сол кезде, мысалы, сіз үйді армандайсыз, үйді елестетіңіз. Сіз жай ғана үйді сыртынан елестетсеңіз, ол үй сіздікі болмайды. Бәлкім біреуде үй болады өміріңізде, бірақ ол сіздікі болмайды. Сол үшін елестеткенде, как будто сен сол үйдің ішінде жүрсің. Өзін, мысалы, арманды сырттан бақылама, прям сол арманның ішінде жүрсіз. Мысалы, түс көресіз ғой, түсте сіз өзіңіз көресіз ғой сол жерде. Сол сияқты арманыңызды
как будто арманыңыздың ішінде дәл сіз өмір сүріп жүрген сияқты өмір сүріңіз. Мысалы, сіз немнеге Вселеннаяға мынандай сигнал жіберіңіз. Бұл менің үйім деген. Ол үшін сіз армандағанда сол үйдің қожайыны сезініңіз. Бүйтіп диванға барып жатыңыз. Сол ойыңыздағы арман үйді. Диванға барып жатыңыз, ас үйге барыңыз, холодильниктің есігін ашыңыз, бүйтіп тамақ жеңіз, сосын тағы да барып, спальняға барып төсегіңізді төсегіңізге жатыңыз. Содан кейін әр түрлі нәрсе жасаңыз, бірақ неме істеу керек? Сіздің, мысалы, күнделікті жасайсыз ғой, визуализация жасағанда арманыңызды күнді өзгертіп отыруға тырысыңыз. Арманыңыздың детальдарын өзгертуге тырысыңыз. Мысалға алатын болсақ, бір күні сіз диванда жатқанды елестетіңіз, музыка тыңдап, екінші күні сол үйде басқа нәрсе жасап жатқанды елестетіңіз. Мысалы, холодильникті ашып жатырсыз, бір күні ваннада түсіп жатырсыз. Бір күні сіз бірнеше іс-әрекет жасауыңыз мүмкін. Мысалы, мен бір күні ваннаға түсіп болдым, тұрдым, потом бардым, бүйтіп айнаның алдына барып кремді жақтым, сөйтіп елестету керексіз. Сіз сол үйде, сіз кәдімгі сол арманыңызда өмір сүріп жатқандай өмір сүру керек екенсіз. Келесі, біз айттық жаңа айттық, яғни арманыңызда кәдімгі өмір сүріп жатқандай күй кешу керексіз. Келесі қадам ол маңыздылықты түсіру. Сіз маңыздылықты түсіру дегенде соны армандап жатқанда, ой, как будто жүрегін тарсылдап, қатты бақытты болып, ол үшін не надо? Ол үйді. Как будто сен үшін бұл қарапайым нәрсе сияқты. Жай ғана сен үйіне бардың, жаттың, нан жасадың, анандай маңыздылықты алып тастау керек. Сіз үшін ол маңызды болмау керек. Мысалға алатын болсақ, маңыздылық деген не? Маңыздылық деген, жаңағы айттым, бірінші видеоларда, ол бір нәрсені мен ол нәрсеге лайықты емеспін. Ол нәрсе мен үшін өте биік тұр. Оған жету үшін маған әлі көп жұмыс жасау керек. Мен үшін оған жету қиын деген нәрселер. Ол маңыздылық. Мысалы, біреу ойлайды, ой, әнші болу қиын, ой, үйлі болу қиын деген сияқты. Ол қиын деген ойлар, ол маңыздылық. Сол маңыздылықты алып тастау керек. Әнші болған жеңіл. Үй алу жеңіл. Сол армандағанда да жай ғана армандау керек. Мен үшін жеңіл нәрсе. Басында қиын болуы мүмкін, бірақ сосын үйреніп кетесіз. Маңыздылықты алып тастау керек. Маңыздылық деген сезімнен құтылу керек екен. Мысалға алатын болсақ, сіз үй алу визуализация жасап жатырсыз, үй алу жайлы. Сонда жүрегіңіз тарсылдап, ойбай, мен үшін бұл қиын, прям қатты қуанып, олай керек емес елестеткен өзінде. Жай ғана мен үшін бұл жеңіл нәрсе. Мен үшін оп-оңай, үй алу оп-оңай, әнші болу оп-оңай дегенде, бүйтіп үйіңізді мысалы елестетіп жүрсіз ғой, визуализация жасағанда. Как будто бұл сіздің үйіңіз, сіз үшін бұл қалыпты жағдай. Үйде жату, квартирам болу, қалыпты жағдай, солай елестету керек екен.